Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз өте дәмді, тез дайындалатын сосиски в тесте жасайтын боламыз. Құрамына 150 грамм жылы су, 150 грамм жылы сүт, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы, 2 ас қасық қант, 30 грамм сұйық май, 500 грамм ұн. Алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді, тұзымызды және ашытқымызды салып, араластырып аламыз. Қантымызды саламыз. Қантты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салуға болады. Сұйық майымызды құямыз. Және ситадан өткізіп дайындап қойған ұнымызды шетінен салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыздың бетін салафанмен жауып, жылы жерге орамалмен орап, қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Дайын болған нанымызды алып, формасына келтіріп, осылай әдемі сосискімізді орап шығамыз. Бізде сосиски кішкене ұзындау болғаннан кейін 2 бөлікке бөлдік. Осылай әдемі орап аламыз. Лесімізге салып, 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген дайын нанды алып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Енді үстіне күнжутымызды сеуіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша макты да себуге болады. Алдын ала жылытып қойған пешімізге 190 градусқа 30 минутқа салып алдым. Әркімнің пеші әртүрлі. Бір жасағанда шығатын, дәмі өте керемет, қамыры өте жұмсақ. Сосиски в тестеміз осылай дайын болды. Сіздерге ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.